Сәлем достар, бүгін біз қазір сағат жасаймыз. Оның қалай құрастырылатынын және қалай жасалатынын қазір сіздерге түсіндіремін. Ол үшін бізге жаңа сағаттың беті керек. Ол үшін қазір мысалы бізге дайын сағаттың беті. Міне сағаттың бетін келтіріп аламыз да, оның ортада тұратын скриптін жасаймыз. Және де енді олардың секунд, минут, сағат таяқшаларын жасаймыз. Мысалы мынау секунд болсын, сізде болсын. Мынау секунд. Ол енді егер де жауапшаны басқанда үнемі ретина блокфейс осы жерде тұрады енді үнемі. Ол дұрыс. Енді оның қимылдауын істеу керекпіз. Үнемі қайталайды, үнемі қай бағытта жылжитынын қазір құрастырамыз. Ол үшін плюс 90 90 градусты. Сосын көбейту 360 күн бар, себебі 1 жыл. Және де бөлінген 60, себебі 1 секунд 60, 1 минут 60 минут бар. 1 минут 60 секунд бар. Енді осыдан кейін текущий секунда. Ал енді секундты көрсетіп тұр. Бұл шын секунд. Енді бізге тағы да осындай минутты жасайық. Міне, бізге минут келді. Мыналар аяқшаларды сыртқа шығарайық. Және де мынау сағатты ортада. Мынау минутты, бұл жерде секунд емес, енді минут қылдырамыз. Себебі біз минуттікін істеп отырмыз. Міне, мынау минут болды, мынау секунд болды. Мынау шын сағат. Енді тағы осындай, мынау минутты кішкентай алып қояйық, себебі секундтан кішкентай болады. Секундтан кішкентай болады. Кішкентай қояйық. Міне осындай. Енді бізге сағат керек. Сағатты бұдан да кішкентай отырамыз. Мынау сағат. Міне. Мына жерде енді час дейміз. Және мына жерде 12 дейміз. Жартысы. Міне. Сонда осындай бізде сағаттар шықты. Егер де осы сағат шын сағатты көрсетіп тұр. Егер де видео ұнаса, лайк басып кеттіңіздер.